Башыға сәлем достар, сіздермен Султанов Films. Достар, көпшіліктің сұрауымен Гарриге шолу жасап жатырмын. Толық киносын көремін десеңіздер, Telegram каналыма салып қойдым. Сілтемесі төменде. Одан бөлек аниме каналыма жазылып қойыңыздар, жақын арада видео шығатын болады. Сіздерден өтініш арнаға жазылып лайк баса кетсеңіздер екен. Ал мен шолуды бастайын. Лондон қалаларының қараңғы көшесінде екі сиқыршы кездесті. Кейін бұларға алып денелі ер адам қосылды. Оның қолында ұйқыда жатқан бала бар. Үш сиқыршы кішкене бала Гарриді алып, есік алдына қойып кетеді. Бұл үйде сол баланың туыстары тұрады екен. Арада бірнеше жыл өтіп, Гарри өсіп жетілді. Ол нағашы тәтесі Петуния мен көкесі Бернанның қолында тұрады. Олар Гарриді аса қатты жақсы көрмейді. Баланы жазалау үшін кейде жертөлеге қамап қоятын. Келесі күні барлық отбасы қалаға қыдыруға барады. Өйткені Гарридің бөлесі Дадлидің туған күні еді. Жануарлар саябағына барғанда Гарри мен Дадли үлкен жыланды көреді. Кейін Гарриді итеріп, жыланды әйнек сыртынан ашуландырып жатқанда, өзінің көзқарасымен Гарри әйнекті жоқ қылып жібереді. Осылай Дадли жылан тұрған жерге құлап кетіп, жылан болса Гарримен сөйлесіп, рахметін айтып кетті. Қайта пайда болған әйнектен Дадли сол жерде қамаулы күйі қалды. Үйге оралған бойда осы жайтқа Бернан Гарриді кінәлап, оны жазаға тартады. Біраз күндерден соң Гарриге хат келеді, бірақтан оны өзі оқи алмады. Хатты алған Бернан оны өртеп жібереді. Келесі күні үкіден қайта хат келді, бірақ тағы да оны көкесі өртеп жібереді. Осылай оқиға жалғаса беріп, ақыр соңында олардың үйлеріне жүздеген үкі келіп хат тастады. Хаттың астында қалған көкесі Гарриді алып кетпес үшін, оны және отбасын алып аралдағы жалғыз үйге кетеді. Түн ортасында келген алып денелі Хагрид есікті ашып Гарриді 11 жасымен құттықтайды. Өзін сиқыршымын деп таныстырған ол хатты береді. Хат ішінде Хагридті Хогвартс атты сиқыршылар мектебіне шақыруы жайлы жазылған. Ал көкесі Вернон оның мектепке кетуіне жол бермейтіндігін айтады. Бұған қосылып тәтесі Петуния Гарридің анасының да сиқыршылықпен айналысып, ақыр соңында жынды күйеуіне еремін деп қайтыс болғанын айтады. Айтуларынша Гарри де сондай жынды болады. Бұлар сөйлесіп тұрғанда, шошқа секілді Гарриге әкелінген тортты жеп жатқан Дадлиді байқаймыз. Оны көрген Хагрид жаза ретінде оған құйрық өсіріп береді. Кейін Гарриді өзімен алып кетеді. Лондон көшелерімен жүру арқылы Хагрид Гарриді сиқыршылар қаласына келеді. Көшенің барлығы толған сиқыршы десек те болады. Олар кірген дәмханада Гарриді барлығы танып, қолын алады. Осы жерде Гарри өзінің алдағы ұстазымен танысты. Есімі профессор Квиррелл. Кейін Хагрид оны ертіп орталық банкке алып барады. Гарри ата-анасының оған қалдырған бір төбе алтынын көріп таң қалды. Өздеріне керек сәл-пәл ақша алып, одан соң Хагрид мектеп директорының тапсырмасы бойынша бір сейфке жасырылған тасты алады. Енді Гарриді мектепке дайындау үшін оған сиқырлы таяқша алу керек. Қаладағы сиқырлы таяқша сататын жерге келгенде, ондағы сатушы Гарриге ерекше таяқша беруге тырысты. Себебі оның маңдайындағы тыртығы қарғысқа ұшыраған еді. Сол себепті Гарриге қарапайым таяқша жарамайды. Осылай Гарри Волан-де-Морт жайлы естиді. Негізінен оның атын халық арасында айтуға тыйым салынған. Алайда Гарридің ата-анасын өлтірген осы Волан-де-Морт еді. Сол түні ол Гарриді өлтіргісі келген, бірақ сиқыры іске аспай нәтижесінде маңдайына назағай тыртығы шығады. Осы оқиғадан соң Волан-де-Морт өзі өлдіге саналды. Ал халық оның өліміне Гарриді себепкер санап, оны танымал етті. Шыққан соң Хагрид Гарриге мектепте серік болатын хаттасушы үкіні сыйлады. Осылай мектепке баратын күн де келді. Хагрид Гарриді вокзалға келіп, билетін беріп үнсіз жоқ болды. Бірақ билет түсініксіз. Билетте 9,3/4 деп жазылған екен. Бала өзі жүріп таба алмағандықтан, өзі секілді билеті бар бір отбасының артынан ереді. Олардың кіші ұлы Рон да 1-ші классқа бара жатыр екен. Олар Гарриге платформаға қалай тап болуды көрсетеді. Қабырғадан өтетін құпия жол арқылы олар платформадан бірақ шығады. Вагондарына жайғасқан Гарри мен Рон жақынырақ танысады. Кейін көптеген тәтті кәмпиттер алып жей бастайды. Оларға кескен Гермиона Гарриге сиқырмен көмектеседі. Барлық бірінші сынып оқушылары Хогвартсқа жеткенде, оларды Хагрид қарсы алады. Бастауыш сынып оқушыларын қайыққа мінгізіп, мектепке жеткізеді. Барлық оқушылар бір жерге жиналғанда, жоқсыздау келген Драго Малфой Гарримен танысып өзінің командасына шақырады. Сәлден кейін барлығын үлкен залға келеді. Мектеп директоры Дамблдор жаңа оқушыларға мектеп ережелерімен таныстырды. Осылай оқушыларды топтарға бөлісі басталды. Сиқырды анықтаушы қалпақ арқылы Рон, Гарри және де Гермиона Гриффиндор тобына түседі. Жалпы мектеп ішінде 4 топ бар. Олар ең батылдар түсетін Гриффиндор, ал ең адал әрі шыншылдар оқитын Пуффендуй. Коктевранға ақылдылар түссе, Слизерин тобына ең қу пысықтар түседі. Басқаша айтқанда жауыздығы барлар десек те болады. Осылай жаңа оқу күні басталды. Оқушыларға сиқыр жасау мен дәрілер, сиқырлы өсімдіктер үйретіле бастады. Бұл жерге алғашқы күннен бастап Гарриді жақтырмаған біреу бар еді. Ол профессор Снейп. Гарри мен оқушылар үлкен залда отырғанда газет келеді. Онда орталық банкке ұрлық жасалғандығы айтылады. Осы сәтте Гарридің есіне Хагридтің банктен алған сиқырлы тасы келеді.
сиқырлы сыпыртқымен ұшу сабағы басталды. Сабақ кезінде Невилл атты бала жараланып қалды. Мұғалім оны ауруханаға апаруға кетіп, оқушыларға ұшуға тыйым салады. Бірақтан Малфой оны тыңдамай Невиллдің ойыншығын мыналар арасына тығып қойғысы келді. Ал Гарри оның ісіне қарсы шығып, ол да сыпыртқымен ұшты. Соңында Малфойдың қолындағы ойыншықты керемет ұшып қағып алады. Оның бұл өнерін терезеден профессор МакГонагал байқап қалып, Гарриді квиддич ойынынан команданың капитаны Вудқа апарады. Вудқа саған лайықты аулаушы адам таптым деп Гарриді ұсынады. Жалпы ойынның ережесі мынадай: екі құрамадан құрылған топ ұшқыш сыпырғыға мінеді. Олардың мақсаты ұшатын допты қарсылас команданың қақпасына салу. Солай ұпай алады. Тағы бір спинч атты ұшқыш топ бар. Оны екі команданың аулаушы адамдары қолдарына түсіруі тиіс. Егер спинч топ ұсталса, оны қолға түсірген команда бірден жеңіске жетеді. Кейін белгілі болғандай, кезінде Гарридің әкесі де осындай ойын ойнап, аулаушының қызметін атқарған екен. Ал қазір оның орнын ұлы басты. Мектепте Хэллоуин мейрамы басталды. Үлкен залға жиналып, осы мейрамды дастарханда атап өтуде. Тек Гермиона жоқ. Невиллдің айтуынша, Гермиона мектеп әжетханасында жылап отыр. Оның жылауының басты себебі балалардың оны мазақ етуі. Барлығы тамақтанып отырғанда жаман хабармен айқайлап, бұл жерге профессор Квиррелл келеді. Айтуынша мектепте тролль жүр екен. Ондағылар жаны ұшырып айқайға басқанда, директор оларды тынышталдырып, оқушыларды бөлмелеріне жібереді. Кейін Дамблдор мектеп профессорларына тролльмен күресуді тапсырды. Тек Гарри мен Рон ғана бөлмелеріне бармады. Себебі естеріне әжетханада жылап отырған Гермиона түсті. Олар мектеп дәлізінде әжетханаға кетіп бара жатқан тролльді көрді. Артынша Гермионаның айқайлаған дауысы шықты. Екеуі тролльді сиқырдың көмегімен талдырып тастайды. Сол сәтте мұнда мектеп мұғалімдері де келді. Ал Гарри Снейптің аяғынан қан ізін байқады. Келесі күні үшеуі мектепте жүріп, батыс қақпа бөлігіне өтіп кетеді. Ол жаққа баруға болмайтындықтан қауіпті дүниенің бар екені белгілі еді. Балалар үш басты итке кездесіп, сәл болмағанда жемтікке айнала жаздады. Есікті жауып әрең дегенде itтерден құтылды. Гермиона үш басты иттің астында жасырылған есікті көрген еді. Ал Гарри болса профессор Снейптан күдіктеніп жүр. Өткен жолы тролльді босатып жібергенде осы Снейп деп ойлайды. Снейп тролльді босатып, басқалардың назарын сол жаққа аудару арқылы үш басты иттен өтуді жоспарлады деп санады. Олар тамақтанып отырғанда Снейп Гарриге келіп, ертеңгі Слизеринге қарсы болатын матчқа дайынсың ба деп сұрайды. Кейін дәл дастархан үстіне сәлемдеме келеді. Оны ашса Гарриге белгісіз біреуден сиқырлы сыпыртқы келген екен. Келесі күні матч болатын уақыт келді. Барлығы стадионға жиылды. Матч басталғанда Гарридің сыпыртқысы істен шығып, үстінде отырған Гарриді лақтырмақ болады. Ал Гермиона мен Рон мұны алыстан аузын жыбырлатып отырған Снейпті байқап, сиқыр жасап отыр деп ойлайды. Сондықтан білдіртпей барып, оның киімінің балағын өртеп жіберді. Оның назары Гарриден ауғанда, сыпыртқы тынышталып, Гарри спинчшардың артынан қуады. Слизерин адаммен таласып тармасып жүріп, әрең дегенде спинчті ұстап алды. Сол сәтте командасы жеңімпаз атанды. Матчтан соң үшеуі мектептегі орманшы ұстаз Хагридке Снейп жайлы күдіктерін айтты. Сол түні тролльді босатып, өзі үш басты иттен өтпекші болған деп жеткізді. Ал Хагрид балалардың ит жайлы білетіндерін естіген соң, оларға онда барудың қауіпті екендігін ескертті. Уақыт өтіп, жаңа жыл мерекесі де жақындады. Ондағы оқушылардың кейбірі мерекені отбасымен тойлауға қолға кететін. Гермиона да отбасына кеткендіктен, сиқырлы шахмат ойнап отырған Рон мен Гарриге келіп, мен жеткізде кітапханада тас жайлы ақпарат іздеңдер дейді. Кешкісін жаңа жылдық сыйлық ретінде Гарриге сыйлық келеді. Ол көрінбейтін шапан еді. Осыған дейін шапанды Гарридің әкесі киген екен. Шапанды киіп алып, Гарри кітапханаға аттанды. Бірақтан кітаптарды қарауы іске аса қоймады. Ашқан кітабы айқай салып, кітапханада шу шығарды. Киімнің арқасында көрінбей келе жатқан Гарри Снейптің профессор Квирреллді қорқытып тұрғанын көреді. Кейін жүре келе, Гарри сиқырлы айнаға тап болады. Айнаға қараған Гарри онда әлде қашан қайтыс болған ата-анасын көрді. Олар Гарридің жанында тірі адамдай тұрды. Кейін айнаға Рон да келді. Алайда жігіттер айнадан екі түрлі нәрсені көрді. Рон болса квиддич командасының капитаны кейпінде тұр екен. Гарри айна алдында ұзақ отыратын болды. Ал мұны байқаған профессор Дамблдор Гарриге айнаның не қаласаң соны көрсететінін айтты. Бірақтан айнаның алдында босқа отырып, уақытты құртудан пайда жоқ болғандықтан, директор айнаны алдыртып тастады. Біраз уақыттар өткен соң, мектепке оралған Гермиона кітапханадан сиқырлы философиялық тас жайлы мәлімет табады. Кітаптан оқи келе, тастың арқасында мәңгі өмір сүруге болатын, дәрі жасауға болатындығын біледі. Ал осы тасты батыс бөліктегі үш басты ит күзетіп жатыр. Үшеуі түнделетіп Хагридтің үйіне барады. Хагридтің айтуынша батыс бөліктегі үш басты иттен тек өзі және директор Дамблдор өте алады екен. Сол уақытта үстел үстінде жатқан жұмыртқадан айдаһар балапаны жарылып шығады. Бұл жұмыртқаны Хагрид бәстен ұтып алған болатын. Бұл уақытта үй ішіндегілерді терезеден қарап тұрған Малфойды Гарри байқап қалды. Ал қашқан Малфой үшеуін профессор МакГонагалге ұстап берді. Олардың
түнде жүргендеріне жаза ретінде Хагридпен бірге орман ішін аралауға жіберді. Үшеуіне қосылып Малфой да жазаланған болатын. Орман ішінде Хагрид әлдекімнің жалғыз мүйізді өлтіріп қанын ішіп жүргенін байқайды. Кейін қан ызымен жүре отыра олар екі топқа бөлінді. Гарри мен Малфой және Хагридтің иті бірге барады. Орман ішінде жүрген екеуі өліп жатқан жалғыз мүйіздің жанынан қара бейнені байқады. Оны көрген Малфой айқай салып қаша жөнеледі. Ал Гарриді кентавр құтқарады. Оның айтуынша жалғыз мүйіздің қаны өмірді ұзартады. Сондықтан оларды өлтіріп қанын ішіп жүрген Волан-де-Морт болуы мүмкін. Бөлмелеріне оралған балалар өзара әңгімелесе бастайды. Гарридің айтуынша Волан-де-Мортқа көмек беріп жүрген профессор Снейп болуы мүмкін. Мектепте сынақтар уақыты басталды. Ал Гарридің маңдайындағы найзағай тыртығы ауырып мазасын алып жүр. Хагрид балаларға үш басты иттің жалғыз осал тұсы музыка ойнаса ұйықтап қалатындығын айтады. Бұл уақытта директор мектептен уақытша іс-сапармен кетіп қалған болатын. Мұны білген балалар түнде үш басты иттен өтуді жоспарлады. Түнгі уақытта үшеуіне Невиль бөгет болды. Ал Гермиона сиқырын пайдаланып оны қатырып тастады. Жоспарға көшіп батыс бөліктегі үш басты итке барса, ол ұйқыда жатыр екен. Ал оны ұйықтатқан сиқырлы арпаның дауысы еді. Осыны пайдаланып есіктен кіруге тырысқанда, арпа кілт тоқтап, иттер ояна бастайды. Балалар соңғы сәтте ғана қашып үлгерді. Ішке кіргенде оларды бірталай сынақтар күтті. Гермионаның ақылының көмегімен шырмауыштардан аман өтті. Ал Гарри шапшаңдығының арқасында ұшош кілтті ұстап есікті ашты. Осылай олар сиқырлы шахматқа кездесті. Тек шахмат фигуралары өздері болатын. Бұл сынақтан өтуге Ронның көмегі тиіп, әр қарай жолды жалғастыруға Гарри аттанды. Гарри соңғы мәреге жеткенде сиқырлы айна алдында Снейпті емес, профессор Квиррелді көрді. Оның үстіне Волан-де-Морт та оның басында орналасқан екен. Квиррел мұнда бірінші келгенімен тасты таппаған болатын. Сондықтан Гарриді сиқырлы айна алдына қойып, тасты көріп тұрсың ба деп сұрайды. Гарри шынында да тасты айнадан көрген еді. Әлдеқандай сиқырмен тас оның қалтасынан пайда болды. Волан-де-Морт тасқа айбас ретінде ата-анасын тірілтіп беретіндігін айтты. Бірақ Гарри келіспеген соң Квиррел оған шабуылдай бастайды. Квиррелге қарсы тұрып, оның бетін itергенде Гарридің қолы оны күйдіріп тастайды. Ақыр аяғында оны күлге айналдырады. Ал Волан-де-Морттың рухы Гарридің денесінен өтіп, оны жаралап кетеді. Гарри есін жиса, аурухана төсегінде жатыр екен. Алдында жанкүйерлерінің сыйлықтары тұр. Оған келген Дамблдор тастың жойылғандығын айтады. Квиррелден Гарриді қорғап қалған оның анасының дұғасы екендігін айтты. Ал тастың Гарридің қалтасынан пайда болған себебі, ол тасты жеке пайдасы үшін қаламағандар ғана таба алады екен. Одан бөлек өткен жолы сиқырлы сыпыртқы мен көрінбейтін шапанды сыйлаған осы директор көрінеді. Мектеп маусымы соңына таяп, жеңімпаз топ Гриффиндор атанады. Кейін балалардың барлығы үйлеріне қайта бастайды. Тек Гарри ғана өз үйін Хогвартс деп есептейді. Қоштасар сәтте Хагрид Гарриге отбасылық альбомын сыйлайды. Осылайша бүгінгі шолу видеомыз мәресіне жетті. Енді келесі бөлімдері бұйырса күн ара шығып отыратын болады. Неге десеңіздер, киноның ұзақтығы 2,5 сағат, сондықтан оны монтаждау ұзағырақ уақыт алады. Әрине арасында Марвелдің кинолары, одан бөлек мультиктерге де шолу жасайтын боламын. Видео ұнады деген ойдамын. Екінші бөлімнің шыққанын қаласаңыздар, 1000 лайк жинап тастайық. Келесі кездескенше.